Сәлем, сенің есімің кім? Кәусар. Кәусар, жасың нешеде? Жасым 11-де. Керемет, менің есімім Мөлдір. Біздің салмақты сұхбат бағдарламасына қош келдің. Бұл бағдарламада мен саған бірнеше сұрақтар қоямын, және сен сол сұрақтарға еркін, шынайы, ашық түрде жауап беруің керек. Келістік қой? Келістік. Керемет. Ендеше бірінші сұрағым, сенің ойыңша президент деген кім? Президент ол осы біздің Қазақстанды басқаратын адам деп ойлаймын. Президент болу үшін адам не істеу керек? Оның қандай қасиеті болу керек бойында? Бойында жақсы, керемет қасиет болу керек. Және жақсы оқу керек. Себебі ол Қазақстанды басқарады. Ал Қазақстанның қазіргі президенті кім? Танисың ба? Тоқаев. Дұрыс, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, иә? Егер сенде мынандай бір мүмкіндік туса, президентпен кездесетін мүмкіндік туса саған, президент екеуің бір кабинетте отырсыңдар, ол сенің бүкіл өтінішіңді, пікіріңді тыңдайды, қабыл алады. Сол кезде сен не айтар едің ол кісіге? Мен ол кісіге осы қаламызды бұдан да керемет қылып, әдемі қылып істесе деп, көркейтсе деп ойлаймын. Сосын осы біздің халықты жақсы ойласа деп ойлаймын. Жақсы қамқор болса. Қай жағынан? Не істеу керек? Қымбат азық-түліктерді арзандатып, себебі біреулердің оған ақшасы жетпей қалуы мүмкін. Ал депутат деген кім? Депутат ол президенттен бір сатты төмен адам, яғни оның көмекшісі. Президенттің көмекшісі депутат, е? Депутаттарды кім сайлайды, олар қалай кіреді жұмысқа? Депутаттарды халық сайлайды. Халық депутаттарға дауыс береді. Кімдікі көп болса, сол депутат болып сайланады. Ал депутаттарды өмірде көргенсің ба? Жоқ. Көрмегенсің. Олар не істейтін, жұмысы қалай олардың, білесің ба сол туралы? Жоқ. Білмейсің. Егер депутат болсаң сен, не істейсің? Депутат болсам, мен президентті қолдайтын едім. Себебі президентті қолдамасаң, ол көңіл күй түсіп кетуі мүмкін. Халыққа жақсы қарамауы мүмкін. Сол үшін президентке көмекшісінің қолдауы керек деп ойлайсың, иә? Иә. Енді депутат кім екенін біз білдік. Ал әкім деген кім? Әкім деген ол бір қаланың, немесе ауылдың, немесе көшелердің басшысы деп айтсақ болады. Әкімдер не істейді? Әкімдердің жұмысы қандай? Олар да солай депутат сияқты кеңес беріп жүре ме, әлде басқа бір жұмыстары бар ма? Әкім ол өзің қаласына, тұрғындарына қамқор болады. Және де соларға жақсы қарайды. Егер сен осы біздің Шымкент қаласының әкімі болатын болсаң, қаладағы қандай мәселені бірінші кезекте шешесің? Қандай проблема бар Шымкентте? Шымкентте тұрғын үйлердің ескі салыну, яғни бұрыннан бері жөнделмеуі, сол тұрғын үйлерді бұзып, олардың орнына үлкен ғимараттар салғым келеді. Тағы мектептерді жаңартқым келеді. Кәусар, парақорлық деген сөзді естігенсің ба өмірде? Құлағым шалқан кез бар. Парақорлық деген. Бірақ не екенін білмеймін. Мысалы, бір адам екінші адамға не үшін, не себепті пара береді? Қалай ойлайсың?
бұдан кек алу үшін. Ол мен ұрсып қалса, одан парақорлық алу мүмкін, кегі болса. Ал өзің егер жарайды парақорлық деген не екенін білмейді екенсің, бірақ қалай ойлайсың, парақорлық деген дұрыс нәрсе ма әлде бұрыс нәрсе ма? Бұрыс нәрсе деп ойлаймын. Дұрыс. Енді келесі сұрақ. Егер сен лотереядан 1 миллион теңге ұтып алсаң, ақша қолыңда тұр. Оны қандай мақсатта, қайда жұмсайсың, не аласың? Мүмкін таратып беруің де мүмкін, не істейсің? Мен бірінші кезекте отбасыма беретін едім, жарты ақшаны. Жартысын өзіме қалдыратын едім. Не аласың? Өзім үйімнің жағдайын жасап алатын едім. Артық қалғандарын тарат беретін едім. Кімдерге таратасың? Көршілеріме, или кедейлерге тарат беретін едім. Керемет, Кәусар. Енді осы біздің сұхбатты тамашалап отырған көрермендерге өзіңмен қатарлас, өзіңнің жаңағыдай замандастарыңа айтар кеңесің болса, мына камераға қарап айтсаң болады. Құрметті менің замандастарым, сіздерге сәттілік тілеймін. Құдай қаласа, мені үлкен белестерден көре беріңіздер. Рахмет, Кәусар. Біздің бағдарламаға келіп, шынайы жауап бергенің үшін саған алғысымды білдірем. Келесі кездескенше сау бол. Сау болыңыз.